Сәлеметсіздер ме, тіл үйренушілер? Бүгін сіздермен жіктік жалғауын өтеміз. Жалпы қазақ тілінде 4 түрлі жалғау түрі бар. Олар көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы, жіктік жалғауы және септік жалғауы. Бүгін сіздермен жіктік жалғау туралы өтеміз. Личное окончание. Мына кестеге мұқият қарайық. Бірінші шақта мен. Егер бірінші шақта болса, оған мын, мін, бын, бін, пын, пін жалғаулары жалғанады. Көпше түрінде мен это я, біз, мы, мыз, міз, біз, біз, пыз, піз жалғаулар жалғанады. Жалпы бұл кестеге біз қазір тоқталамыз. Мысалдар арқылы түсінікті болады деген ойдамын. Жекеше түрі, единственное число. Бірінші шақта тұрса, мын, мін жалғау жалғанады. В первом лице, когда говорится я, мен, окончание мын, мін в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, мен дәрігермін, я врач. Мен ақылдымын, я умный. Мен отырмын, я сижу. Обратите внимание на окончание. Дәрігермін. Дәрігер дегенімізде қандай сөз? Жіңішке сөз, мягкое слово. Добавляется мягкое окончание мін. Ақылдымын. Бұл бізде ақылды деген сөз. Жуан сөз. Соңғы буыны да жуан. Оған жуан жалғау жалғанады. Твердое слово ақылды. Добавляется твердое окончание мын. Ақылдымын. Ақылды. Умный, умная. Это имя прилагательное. Отырмын. Отыр. Это глагол. Мен отырмын. Я сижу. Бұл бізде бірінші шақ екен. Первое лицо. Екінші шаққа қарайық. Второе лицо. Сен дәрігерсің. Сен ақылдысың. Сен отырсың. Сыпайы түрі. Сіз дәрігерсіз. Ақылдысыз. Отырсыз. Ол дәрігер. Ақылды отыр. Үшінші шақтың жіктік жалғауы жоқ. Енді көпше түріне кезек берейік. Көпше түрі множественное число. Біз дәрігерміз. Мы врачи. Біз ақылдымыз. Мы умные. Біз отырмыз. Мы сидим. Екінші шақта. Сендер дәрігерсіңдер. Ақылдысыңдар. Отырсыңдар. Вежливая форма. Дәрігерсіздер. Ақылдысыздар, отырсыздар. Запоминаем окончание. Үшінші шақтың жіктік жалғауы жоқ дедік. Олар дәрігерлер, ақылды, отыр. В первом лице единственного числа могут добавляться также окончания бын, бін и пын, пін. После звонких согласных ж, з окончание бын, бін. Например, мен аспазбын, я повар. Аспаз дегенде бізде з ұяң дауысыз екен. Звонкие согласные з. Добавляется окончание бын. Жуан сөз, твердое слово. Мен жұлдызбын, я жұлдыз. Бұл да осы тәртіппен жалғанады. Келесі жағдайда. После глухих согласных окончания пын, пін. Мен студентпін, я студент. Мен ұшқышпын, я летчик. Яғни, қатаң дауыссыздардан кейін, после глухих согласных добавляется окончание пын, пін. Жіңішке студентпін, жуан сөз ұшқышпын. Осы жалғауларға мұқият қарап, еске сақтап алайық. Алдымызда мына кесте тұр. Кестеде жалпы барлық мәліметтер берілген. Мысал үшін бірінші шақта первое лицо. Мен. Сөздің соңғы дыбысы. Гласный или сонорный. Добавляется окончание мын, мін. Мысалы дәрігер мін, оқушы мын. Көпше түрінде. Жаңа айтып өттік, оқушы мыз, дәрігер міз. Яғни сөздің соңғы дыбысына байланысты
осындай жалғаулар жалғанады екен. Үшінші жақта жалғау жоқ деді, не имеет личных окончаний. Третье лицо. Во втором лице в единственном числе ты, син, добавляются окончания сын, сын. Главное не забывать, что твердое окончание следует после твердого слога и мягкое окончание после мягкого слога. Мысалы, сен дәрігерсің. Дәрігер. Соңғы буыны, последний слог, мягкий слог, добавляется мягкое окончание сын. Ақылды. Д. Соңғы буыны жуан, жалпы жуан сөз, соңғы буыны да жуан. Последний слог д добавляется окончание сын. Отырсың. Отыр. Бұл сөзде тура осындай. Жуан. Сөз жуан, жалғау жалғанады екен. Және соңғы буын да жуан. Енді сыпайы түрі. В уважительной форме вы, сіз окончание. Сіз, сіз. Сіз дәрігерсіз. Сіз ақылдысыз. Сіз отырсыз. В третьем лице окончаний нет. Олар дәрігерлер. Ақылды. Отыр. Осы ережені жақсылап еске сақтап алайық. Енді тағы бір жағдай еске сақтау өте маңызды. Егерде өткен шақтан кейін после д, т, прошедшего времени добавляется окончание м. Мен оқыдым. Я читал. Во множественном числе біз оқыдық. Мы читали. Прошедшее время. Сен оқыдың. Ты читал. Д, после д, т, прошедшее время добавляется окончание ың. Оқыдың, ты читал. Сыпайы түрі оқыдыңыз. Вы читали. Көпші түрі сендер оқыдыңдар. Сіздер оқыдыңыздар. Осындай түрі де бар. Үшінші шақта жалғау жоқ. Құрметті тіл үйренушілер, осы жалғауларды тағы бір қарап шығып, кесте бойынша ережеге көңіл бөлейік және жалғауларды еске сақтауға, мысалдарымен бірге еске сақтауға тырысайық. Сау болыңыздар.